Сәлем достар, бүгін жас проджект бағдарламасы бойынша айтатын боламыз. Кімдер қатыса алады, қалай қатысамыз, қандай сайтта болады, толық ақпаратты болады. Осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы, пайдалы ақпараттар болады. Ал ендеше кеттік. Бұл бағдарлама еліміздің 20 өңірінде болады. Яғни, әр елдің өзінің жеке сайты бар. Ол сайттарды мен видео соңында көрсететін боламын. Бұл жобаға НИТ санатындағы жастар қатыса алады. Берілетін көлемі 1 миллион теңге. Яғни, НИТ санаты дегеніміз ол жұмыссыз жүрген жастар, 18 жас пен 35 жас аралығы. НИТ санаты дегеніміз ол жұмыста да жоқ, не оқу орнында да оқымайтын жастарды айтамыз. Яғни, оқымайды, студент емес, және де жұмыс жасамайды. Официально жұмыссыздыққа барып тіркеліп, осы грантқа қатыса алады. Бұл гранттың шарттары қандай? Бұл грантта кез келген бизнес жобамен қатыса алмайсыз. 16 бағыты бар. Сол 16 бағыт бойынша әлеуметтік көмек беретін бизнес план түрін қарастырасыз. Яғни, әлеуметтік көмек дегеніміз осал топтағы жандар. Осал топтағы жандар дегеніміз ол пособие алып отырған мемлекеттен айыспы алатын, көп балалы отбасы, мүгедек баласы бар отбасы, мүгедектігі бар жан. Осы секілді әлеуметтік осал топтарға жататын кісілерге аптасына бір рет тегін көмек көрсете алатын бағдарлама қарастыру керек. Яғни, сіз 4 ай көлемінде осы аталған әлеуметтік көмек алушыларға тегін қызмет көрсете алуыңыз керек. 16 бағыттың бірі, мысалы, денсаулық сақтау бағыты болса, сол бағыт бойынша спорт клубын, балаларға спорт ұйымдастыру клубтарын, және де медпункттар, болмаса массаж, осы секілді бизнес план түрлерін ұсына аласыз, және аптасына бір рет, немесе өзіңіз бизнес планда неше рет тегін қызмет көрсете аласыз, соны жазып көрсетесіз. Енді керекті құжаттарға келетін болсақ, ЕГОВтан жұмыссыздық справкасын аласыз. Яғни қазір жұмыссыздық справкасын бермейді, бірақ личный кабинетіңіз, жеке кабинетіңізге кіру арқылы сол жерде скрин жасап аласыз да, өзіңіздің прописка адресіңіз жазылып тұрған жерде скрин жасап алып, сол суретті салатын боласыз, және ЕГОВтан жұмыссыздық справкасын шығарып аласыз. Яғни официально жұмыссыздыққа тіркелесіз. Жеке куәлігіңіз, сонымен қатар сайтқа кіріп сауалнама толтырасыз. Сауалнамамен қоса бизнес планыңызды тіркейсіз. Осылай өтініш жібересіз қатысуға. Енді әр аймақтың сайты өзінің жеке сайт болады. Әр қаланың оны видео соңында мен көрсеттім. Сонымен қатар бұл жоба 2026 жылға дейін болады. Егер де сіз өзіңіздің қатысып жатқан бағытыңыз бойынша сертификат, диплом, тағы басқа жеке опыттарыңыз болса, ол өте пайдалы плюс болады. Сондықтан ондай сертификаттарды да қоссаңыз болады. Бір рет ұтқан адам қайта қатыса алады, яғни жобаңыз өтімді, өзекті болып тұрса, одан кейінгі жылдары қатысып ала аласыз. Мына инстаграмға тіркеліп алсаңыздар болады, осындай әлеуметтік жобаларды салып отыратын болады. Енді қалай тіркелеміз? Өз ауданыңыздағы, өз қалаңыздағы сайтты тауып аласыз, соны Google-ға жазып, сол сайтқа кіресіз, өтініш беру батырмасын басасыз, облыстарыңызды таңдайсыздар, сосын сауалнама шығады, сауалнаманы қатесіз толтыру керек, яғни аты жөніңізді тура удостоверениедағыдай толық қылып толтыруларыңыз керек. Міне мұнда облыстарды салдық, жазып сақтап алыңыздар. Маған тіркеліп алыңыздар, сау болыңыздар.